Аламұрат аға, имплант таққаннан соң тіс эстетикалары сақланып қалады ма? Яғни андай имплант груби болып, біртүрлі болып, тістерімнен айрықша болып тұрмай ма? Бұл эстетика бойынша, бұл эстетика деген бұл үлкен тема. Сіздерге қысқаша айтып түсіндіремін. Егер тісінің тұқыллары болса, тіс тоқмалары сақланған болса, біз эстетиканы сақлауымызға болады. Бұл конструкция өзі үшке бөлінеді. EP1, EP2, EP3 конструкциясы дегеніміз. EP1 конструкцияны бұл эстетически сұлу қылып шығарады. EP2 конструкция деген ұзын тістер болады. Ал EP3 конструкция бұл жасалма мүлік соғылады. Егер сіз нормальны жақсы эстетиканы қалесеңіз, өз уақытында келіп көруіңізді мәслихат беремін. Имплантация үшін көрікке жазылуды қалесеңіз, комментарияда плюс белгісін қалдырыңыз.